жарқын өмірі мен Ұлы Отан соғысындағы ерлік істерін көпшілік қауымға үлгі өнеге ету мақсатында Бөгетсай ауылдық мәдениет үйі және ауылдық кітапхананың ұйымдастыруымен «Отан деп соққан жүрек» атты патриоттық кешіне қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, бүгінгі шарамызға қош келдіңіздер. Биыл бізге Әлия Молдағұлова 80 жыл толып отыр. Құдай қаласа келесі жылы бұл кісі 100-ге келеді. Бұл жылы әскери транспорт академиясын Ленинградқа көшіруге байланысты Әбубәкір сонда қоныс аударды да Әлия осындағы номер 46 балалар үйіне орналасады. Номер 140 мектепте оқи бастайды. Туған елдің мүсіні бүкіл халық соғысты еске түсірді. Батыр қыздың құрметіне аспанға бейбітшілік кептерлерін ұшырды. 2002 жылы шілдеде Әлия 7 класты бітіріп, балалар үйімен қоштасады. 1942 жылы Рыбинск авиатехникумына оқуға түседі. Мәңгі жасап жерде енді биік бол деп талады. Сенің 3 жылғы шілде айында Калинин майданы 54-ші атқыштар бригадасына жіберіледі. Өзінің нағыз жауынгер ретінде көрсетіп, 70-тен аса фашистің көзін құртты. 1944 жылғы 14 қаңтар Әлияның соңғы шайқасы. Қазақтың қайсар қызының елге аңыз болған теңдесі жоқ ерлігі ұрпақтарға үлгі болып, мәңгілік категорияға айналды. бір қызыл гүл тастатырым, ол Әлия, қазақтың хас батырым. Қайран ел, қайран ғұмыр деп арудың, жанары кеттемекен жасқа тұнып. Ойынан сұрапыл күн айықпаған, құшағын жатыр дала. Солар төккен қызыл қанның арқасы, Қазақстан аспанында азат күн. Жарқырайды бейбітшілік жалауы, орындалып жас ұрпақтың қалауы. Әлияның жүрегі болып жанып тұр, мәңгілік ол ескерткіші алауы. Шексіз сүйбеді, отаны да батыр қызын мәңгі ұмытпайды. Әлия Мәншүк өлеңі. Батыр қыздары, шығыстың ел шынары, батыл іске әрдайым шақырып бізді тұрады. Әлия Мәншүк әніміз, үлгі аламыз әлі біз, ел қорғаны қашанда болсақ дейміз бәріміз. Молдағұлованың туғанына 100 жыл толады. Осымен патриоттық кешімізді аяқтаймыз. Әрі қарай ауылдық кітапханада батырдың құрметіне арналған кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Келгендеріңізге көп рахмет.